іс-қимылдарын байқаймын да. Өйткені неге? Ол біздің қатысушылардың да әсері ма деймін да. Біздің мысалға мына қатысушы балдар бар ғой арамызда отырған. Солардың көп айтады да, сен Маяны жіберіп қоятын болсаң, мен Маяны ұстап қаламын дейді. Мен наоборот екі жасқа наоборот бақытты өтін орнына мен біздің қатысушыларға таңғаламын бала саған. Может Жәнібектің де сол жана андай несі бола ма, бір қорқынышы бар ма? Андай негізі андай бір мақалдар ғой орыстан. Красивая жена, не моя жена, красивая чужая жена деймін, ана бір әсе бар ғой сондай. Мысалы деймін да, Балауса ханым. Сол Жәнібектен мысалы бір жағынан тартын, сол жағына қатты тартынатын сияқты да Балауса ханым. Сонда сіз Маяны үнемі қызғанады да жүреді, ешкім тартып алмасын деген сияқты. Мен өзім байқаймын, Жәнібек қызғанады. Бірақ енді балдардың көзінше оны білдіргісі келмейді Балауса ханым. Бірақ бір қатысушы бала Мая туралы әңгіме айтып отса, Жәнібектің андай түрі бұзылып кетеді да. Мен сол жерде қатысушыларға айтамын да, ол екі жастың ортасында түсіп, мен ұстап қаламын, өйтіп-бүйтудің қажеті жоқ. Наоборот, осы екі жастың бақытты болуына, мысалы айтады ғой, әйел адам ер адамның қисық қабырғасы дейді ғой Балауса ханым. Қазір оны ешкім білмейміз да, ол болашақта может Жәнібек екеуің жақсы болып кетіп, үйленген жағдайда ол сендер может бір ай тұрып, ата-анасының қолынан, келіннің қолынан шай ішсе, мүмкін бір айдан кейін бөлек шығып кетесіздер. Может 6 ай оны ешкім де білмейді да. Сол себепті Мая ондай принципіңді сен негізгі өзгерткен дұрыс шығар. Егер сен өзгертсең, сенің де көңілің Жәнібекке қарай ауып, мүмкін екеуің болашақта жақсы бақытты болып. Жаңа Ринат айтып жатыр ғой, сіз бір қызғануыңыз мүмкін, тіпті жігіттерден, қатысушылардан бір қорқып та қалатын сияқтысыз, себебі бір арамызға түсіп кете ма дегендей. Кімдер олар? Кім жиі сұрайды, кім қызығушылық танытады Маяға қатысты? Негіз андай сөйлесесің ғой, ортада сөйлескен кезде ондай тарап көп болады. Мая қалай не істеп жатыр, сен что-то андай нәрселер болады әңгіме. Сендер бір нетпейтін сияқтысыңдар, ұзаққа дейін бармайтын сияқтысыңдар, тоқтатып қоятын сияқты. Андай нәрсе әкелді маған, типа сен өзіне уверен емессің деген дүние алып келеді өзім үшін. Сен әлі нете алмасың, лайықты емессің деген нәрселер айтады. Мен айтамын, не істейсіңдер ол нәрсе? Уақыт көрсетеді, уақыт еншісіне қалдырайық, уақыт көрсетеді, сол кезде көресіңдер. Алып қалатын, сол кезде көреміз деген нәрсе тарапты айтамын да. Былай енді айтсаңызшы, ол қандай дос екен сізге айтып жүрген, ұзаққа бармайсың осылай? Бағана енді мен айтсайшы, бағана кішкене басталар алдында осы бір 20 минут бұрын ба кішкене Бәкен екеуміз сөзге келіп қалдық сол дүниеге. Барсың? Иә, екеуміз бүйтіп кішкене сол нәрсеге жетіп тұрып қалдық. Неге ол кезде әңгіме басталып кетті, кім бар қасында? Осы ата-ана әңгімесі басталып кетті. Осы тұрғыда Баямен қалайсыңдар, жақсы, сол не, осы сол бір әңгіме деп айтып едім, сол кезде бәрісі де өзінікі айтып қалды да, дұрыс оныкі деген сияқты негізі. Маянікі дұрыс деп жатыр ма? Иә, Маянікі дұрыс деген сияқты да. Қайырлы күн, Балауса ханым, қалайсыздар? Бағана Жәнібекпен сөйлескен болатынбыз, әңгіменің арасында енді сұрайсың ғой бір-біріңнен, таныстығың қалай болып жатыр деген сияқты. Сол кезде Жәнібек айтты, білмеймін, пока ондайлық бір нақты шешім жоқ, көрем, ойланам дегенге келтірген болатын. Ойланам демедім бәке, ойланамыз дедім. Ол уақытқа қарай. Тұра тұр, кім? Жәнібек, тұра тұр, асықпа. Ойланам дегенге келтірген болатын. Жақсы деп қойып едім. Не, себебі қандай деп едім? Себебі сол өзіммен бірге, ата-анаммен бірге тұрғанға қарсы болып жатыр дедім. Мен айтып жатырмын, енді ол қыздың да өзінің ойы бар. Өзінің нақты бір принциптері бар деген сияқты ғой. Оны қазір сен асатпай жат құлдық деп әлі мысалы жұптыққа да сөз салған жоқсың. Оны қинап қазір жоқ, сен менің әке-шешеммен тұрасың дегеннен ол ештеңе шықпайды деп бағана бір ауыз айтқан болатын. Бірақ оны Жәнібек қалай түсінгенін, оны басқа жағынан түсініп отыр. Бұған дейін Жәнібек месенен сұрамаған болатын, Мая қалай, таныстығың қалай болып жатыр деген сияқты. Бүгін ортаға шығатын болған. Жоқ, бәке, былай ғой, әңгіменің ашығы ғой. Сен айттың, жалпы таныстықтарын қалай әрі қарай өрбей ма дедің. Сондай әңгіме болды. Өрбей ма, жалпы өзін былай ойланып жүрсің ғой, тоқтататын сияқтысың ғой дегенге алып келдің ғой бәке. Дұрыс па? Ондай нәрсе әңгіме болды ғой. Болмады ма әлде? Өйткені сенің тарапыңнан сондай әңгіме болғаннан кейін, мен жағымнан сұрақ қойылған болатын. Не істейсің, тоқтатасың ба, тоқтатасың? Оны қандай мақсатта айттың жалпы? Қандай мақсатта айттың? Не үшін оны айттың, мысалы, айтшы? Ешқандайлық бір анық мақсат жоқ, қызығушылық болды, сұраған болатын. Қандай, неден қызығушылық болды? Не үшін? Сен қазір Маян менен қызғанып отырсың ба сол кезде? Сен нақты өзіңдікін істей алмаған болғаннан кейін, Жәнібек, тоқта. Сен нақты өзіңдікін істей алмаған болғаннан кейін, қазір енді стрелканы маған бұрып отырсың. Бәке, мен не істей алмадым барыс? Айтшы, мен не істей алмай отырмын? Мен барынша көңіл бөліп отырмын. Өзің бағанан бері айтып отырсың, үйдің үлкенімін ыңырсымай айтпайсың ба? Бөлек шығамыз, ондай болса бөлек тұрамыз деген сияқты. Мен мысалы өзім бөлек тұрамын. Мен бөлек тұрмын. Мен басында айттым оны. Жоқ, барыс, тұра тұршы, брат. Мен басында айтқан болатынмын оны. Басында түбегейлі айттым. Басында мен 1-2 жыл тұруым керек деген нәрсе. Ол уақыт еншісіне қарай. Неге бірақ сен өзіне тарап, сен қандай ғой, өзіне бір өзің тарапына бәрін көрсетіп жатсың да, типа мен бөлек тұрам,
Маяға типа осындай жігіттер керек деген әңгіме ма сонда сенікі? бір нәрсе болып қалып жатса, Мая мен мындамын деген сияқты бір әңгіме деп түсініп отырмыз. Енді бар сіздің көңіліңіз кетіп жүрген жоқ па деген сұрақ тұр басымда. Жарнама бізде, жарнамадан кейін жауап берсеңіз.